Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Алмалы ауданы номері 124 жалпы білім беретін мектептің ұстаздарының педагогикалық тәжірибені жалпылау және тарату мақсатында ұйымдастырып отырған авторлық бағдарламадағы материалдардың қолданудың маңыздылығы атты онлайн вебинарға қош келдіңіздер. Бүгінгі вебинарға қатысушылар: мектебіміздің директоры, тарих пәнінің мұғалімі Көкебаева Гүлмира Серқалиевна, тарих пәнінің мұғалімі Рахымбекова Ұлпан Түймебаевна, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері Мұхаева Динара Тарасовна мен Хасанова Айгүл Урымбаевна, ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері Кенжебекова Әйгерім Бекболатқызы және Қадрахунова Мақпал Жаппархановна. Recording in progress. Авторлы бағдарламамыздың тақырыбы 5-6 сыныптарда оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында 5-6 сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын арттыруға арналған авторлық бағдарлама оқушылардың мәтінді түсінуін, талдау, қолдану және бағалау қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бұл бағдарламаның мақсаты оқушылардың тілдік және әдеби білімдерін практикалық өмірде қолдана білу дағдыларын қалыптастыру және оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту, олардың білімге деген қызығушылығын арттырып, өз ойларын еркін жеткізуге үйретеді. Бұл бағдарламаны алудағы бағдарламаның негізгі өзектілігі 5-6 сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып, осы жастағы оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті пәні арқылы функционалды сауаттылықты дамытудың ерекшеліктері бар. Оқушылардың күнделікті өмірінде, оқуында және болашақта функционалдық сауаттылықтың қажеттілігі айқын. Бұл бағдарлама оқушылардың білімдерін кеңейтуге және практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталады. Функционалдық сауаттылық қазіргі заманда білім берудегі маңызды аспекті болып табылады, әсіресе қазақ тілін оқытуда. Оның өзектілігі бірнеше факторлармен түсіндіріледі. Бірінші, қазіргі заман талаптары. Қазіргі қоғам жылдам өзгеріп, ақпараттық технологиялардың қарқынды дамып отырған заманы. Бұл жағдайда әрбір адамнан тек қана білімді болу емес, сонымен қатар алған білімін күнделікті өмірде тиімді қолдана білу қабілетін талап етеді. Сондықтан да функционалдық сауаттылық оқушыларға әртүрлі жағдайларда қазақ тілін еркін пайдалануға, мәтіндерді түсінуге, өз ойларын сауатты жеткізуге және сыни тұрғыдан ойлауға көмектеседі. Екінші фактор – коммуникативтік құзыреттілікті дамыту. Қазақ тілін оқытудың басты мақсаттарының бірі оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін дамыту. Функционалдық сауаттылық тілдік қатынастың барлық түрлерін, соның ішінде тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу сияқты түрлерін қамтиды және оқушылардың әлеуметтік ортада толыққанды қатысуына мүмкіндік береді. Үшінші факторы – мәдени мұраны сақтау және дамыту. Қазақ тілі қазақ халқының мәдениеті мен тарихының ажырамас бөлігі болып табылады. Функционалдық сауаттылық оқушыларға қазақ әдебиетімен, мәдениетімен және салт дәстүрлерімен тереңірек танысуға, оларды түсінуге және бағалауға көмектеседі. Төртінші фактор – білім беру сапасын арттыру болып табылады. Функционалдық сауаттылыққа бағытталған оқу әдістері оқушылардың белсенділігін арттырады. Олардың өздігінен білім алу дағдыларын қалыптастырады және оқу процесінде қызығушылығын оятады. Бұл өз кезегінде білім беру сапасының арттыруына ықпал етеді. Бесінші фактор – халықаралық аренадағы бәсекеге қабілеттілікті арттыру. Қазақстанның әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялануы жағдайында
функционалдық сауаттылыққа ие болған түлектердің бәсекеге қабілеттілігі артады. Олар әртүрлі мәдениет өкілдерімен тіл табыса алады, халықаралық жобаларға қатыса алады және еліміздің әлемдік деңгейде өз білімдерін көрсете алады. Енді қорытындылай келгенде, функционалдық сауаттылық қазақ тілін оқытудың ажырамас бөлігі болып табылады. Ол оқушыларымыздың қазіргі заман талаптарына сай білім алуына, коммуникативті құзыреттіліктерін дамытуға, мәдени мұраны сақтауға, білім беру сапасын арттыруға және халықаралық аренада бәсекеге қабілетті болуға мүмкіндік береді. Сондықтан да қазақ тілі мұғалімдері өз сабақтарында функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған әдіс тәсілдерді қолдануы өте маңызды. Қазір менің әріптесім Айгүл Өренбаевна осы функционалдық сауатты оқытудан күтілетін нәтижелер және осы бағдарламаның құрылымымен сіздерді таныстырып өтеді. Қайырлы күн, әріптестер. Нарат арасының сөзін жалғай келе, бүгінгі, яғни функционал оқушылардың 5-6 сыныптағы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру бағдарламасы бойынша күтілетін нәтижелер. Тоқталып кететін болсақ, күтілетін нәтижелерге әртүрлі күрделіліктегі мәтіндерді түсіне алады, мәтіннен қажетті ақпаратты жылдам табады және тиімді пайдаланады. Мәтінді сыни тұрғыдан талдайды және бағалайды. Өз ойларын ауызша және жазбаша түрде сауатты әрі түсінікті жеткізеді. Күнделікті өмірде кездесетін мәселелерді шешу үшін алған білімдерін, яғни қорытындылай алады бұл жерде. Ары қарай функционалдық сауаттылықтың құрылымы, яғни бұл жерде оқу сауаттылығы, мәтінді түсіну және талдау. Математикалық сауаттылық, мәтіндегі сандық деректерді түсіну. Бұл жерде айта кететін болсақ, математикалық сауаттылықта әртүрлі мәтін есептер беріледі. Міне осы мәтін есептегі шешуі, шартын оқу барысында осы математикалық сауаттылық, яғни мәтіндегі сандық деректерді түсінеді. Жаратылыстану ғылыми сауаттылық. Бұл жерде қарапайым ғылыми мәтіндерді түсіну. Акт сауаттылығы, электрондық мәтіндермен жұмыс істеу барысында міне осындай құрылымдар жүзеге асады. Ал енді жас ерекшеліктеріне сай әдіс тәсілдермен стратегияларға тоқталатын болсақ, бұл жерде ең маңызды деп, яғни жас ерекшеліктеріне сай етіп түртіп алу стратегиясы. Мәтінді оқу барысында белгілер қою арқылы жүзеге асады. Сұрақтар қою стратегиясы мәтінге дейін оқу барысында және одан кейін жүзеге асатын стратегия бұл жерде тиімді. Болжау стратегиясы мәтіннің басын оқып, әрі қарай не болатынын болжау. Түсіндіру стратегиясы өз сөзімен мәтіннің негізгі идеясын айтады. Жіктеу стратегиясы мәтінді бөліктерге бөлу және әр бөлікке ат қою барысында жүзеге асады. Сабақ жоспарларының үлгілері. Яғни бұл жерде функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған нақты сабақ жоспарларының мысалдарын келтіру, тақырыбы, мақсаты, міндеттері, қолданылатын әдіс тәсілдер, бағалау критерийлері, тапсырмалар, міне осы сияқты жүзеге асып отырады. Әртүрлі жанрдағы мәтіндермен жұмыс істеуге арналған сабақ үлгілері, мысалы айтатын болсақ, ертегілер, әңгімелер, мақалалар және өлеңдер болып табылады. Пәнаралық байланысты жүзеге асыруға арналған сабақ үлгілері бұл жерде қазақ тілі мен тарих сабағы, қазақ тілі мен география сабақтары арасында жүзеге асады. Сабақ жоспарлары оқушылардың қызығушылығын арттыруға және білімдерін практикалық өмірде қолдануға бағытталуы тиіс. Соңынан енді қорытындылай келе, бұл бағдарлама, яғни 5-6 сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған маңызды құрал болып табылады. Бағдарламаның негізгі идеялары мен маңыздылығын қайталай отырып, оқу процесіне енгізілуінен күтілетін нәтижелерді, яғни қорытындылаймыз. Бағдарламаны жетілдіру бойынша ұсыныстарды ескере отырып, оның тиімділігін арттыруға болады. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту біздің, яғни басты мақсатымыз болып саналады. Рахмет назарларыңызға.
Қайырлы күн, әріптестер. Мен ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Кенжебек Әйгерімбек Болатқызы. Менің элективті курс бағдарламамның тақырыбы жасанды интеллект дәуіріндегі хоббилер. Бұл бағдарлама 9 сыныптарға арналған бағдарлама. Технологиялық мақсаты технологиялық шығармашылықтың қазіргі көріністерін анықтау үшін жасанды интеллект дәуіріндегі жаңа хоббилерді зерттеу. Жасанды интеллект арқылы қоғамдастық пен желілік шығармашылықтың дамуын зерттеу. Технологияның хоббилерге әсерін терең түсіну. Қазіргі заманда жасанды интеллект адамдардың күнделікті өміріне кеңінен еніп жатыр. Жасанды интеллекттің көмегімен біз тек жұмысымызды ғана емес, бос уақытымызды да тиімді өткізе аламыз. Мысалы, егер біреу сурет салуға қызықса, жасанды интеллект арқылы әртүрлі стильдерді үйреніп, шабыт алуына болады. Ал музыкаға әуес адам жаңа әуендерді құрастырып, немесе ән жазуда жасанды интеллекттен көмек ала алады. Сол сияқты жазу, суретке түсіру, тіпті аспаздық сияқты хоббилерді де жасанды интеллект арқылы дамытып, өзіңізге жаңа мүмкіндіктер ашуға болады. Жасанды интеллект бізге кеңестер беріп, идея ұсынып, тіпті кейде серіктес те бола алады. Сондықтан хоббилерді дамытуда жасанды интеллект жақсы көмекші құрал ретінде деп айтуға болады. Жасанды интеллекттің көмегімен сурет салу, музыка жазу, тағы басқа 3D модельдеу деген сияқты қолдануымызға болады. Мысалы, дәстүрлі хоббилердің цифрландырылуы. Ескі хоббилер жаңа технологиямен жаңғырылып жатыр. Мысалы, олар заманауи трендтерге сай өзгеріп келеді. Тоқыма тоқудың онлайн курстары, ағаш оюдың цифрлық нұсқалары, бұл трансформациялар хоббилерді кеңірек аудиторияға қолжетімді етіп жатыр. Сонымен қатар олардың танымдылығын арттыруда. Аттарын атап өтетін болсақ, мысалы, сайттар, платформалар, Meetgram, Crime деген платформалар арқылы қолдана аласыз. Цифрлық өнер және жасанды интеллект. Генеративті өнер технологияларын пайдалануға болады. Жасанды интеллект көмегімен жасалған өнер туындылары шығармашылықтың шекарасын кеңейтеді. Бұл технологиялар арқылы жасалған өнер туындылары дәстүрлі әдістермен қол жеткізуге қиын болған жаңа формалар мен стильдерді ұсынып жатыр. Жасанды интеллект қолдаулы дизайн және сурет салу. Жасанды интеллект құралдары дизайн және сурет салуда көмектеседі. Бұл процестерді жеңілдетіп жатыр. Мысалы, жасанды интеллект суретшілерге эскиздер жасауға, түстер таңдауға және тіпті толыққанды композициялар құруға көмектесіп жатыр. Сондай-ақ жаңаша оқу және дамыту формалары. Онлайн курстар мен интерактивті оқыту. Онлайн курстар білім алудың жаңа формасы болып табылады. Ол әлемнің түкпір-түкпірінен білім алуға мүмкіндік беріп жатыр. Информация персонализацияланған оқыту жүйелерінде пайдалануға болады. Сол сияқты киберфизикалық хоббилер бұл робототехника және Arduino деген сияқты формаларды қолдану. Роботтарды құрастыру және бағдарламалау, Arduino жобалар техникалық дағдыларды дамытады. Бұл электроника бағдарламалау және механика негіздерін үйренуге мүмкіндік береді. Роботтық жобалар арқылы сіз идеяларыңызды жүзеге асырып, шығармашылық қабілеттеріңізді жоғарылай аласыз. Қорыта айтқанда, жасанды интеллект дәуіріндегі хоббилер тек демалыс пен уақыт өткізудің бір түрі ғана емес, сонымен қатар адамның шығармашылық қабілетін дамытуға, жаңа дағдыларды үйренуге және технологиямен өзара әрекеттесудің жаңа жолдарын ашуға мүмкіндік беріп жатыр. Сонымен қатар робототехника, ойын әзірлеу, деректер талдау сияқты бұрын тек мамандарға арналған салаларда енді әуесқойларға қолжетімді бола бастады. Алайда хоббилердің басты мақсаты ләззат алу, демалу және өзін-өзі дамыту. Сондықтан жасанды интеллект құралдары көмекші рөл атқарғанымен адамның шығармашылық еркіндігі мен даралығын алмастыра алмайды. Ең бастысы технологияны өз мақсатыңызға сай тиімді пайдаланып және оның шекарасында емес, өз қиялыңыз бен қызығушылығыңыздың аясында дамытуыңызға болады. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі жалғастыратын Тадрахунова Мақпал Жапырхан.
саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Слайдым көрінді ма? Менің элективті курсымның бағдарламамның тақырыбы ағылшын тілін талдау. Бұл бағдарлама 10-шы сынып оқушыларына арналған. Ағылшын тілін үйренуде әдеби шығармаларды оқу мен талдау маңызды рөл атқарады. Бұл дағдылар оқушылардың тіл меңгеру қабілетін арттырып, олардың мәдениетті және тарихи контексті түсінуіне көмектеседі. Мақсаты оқушыларға ағылшын тіліндегі шығармаларды оқып, олардың мазмұнын дұрыс түсініп, талдай білу дағдыларын дамыту. Негізгі бағыттары оқушылардың ағылшын тілін меңгеру деңгейін арттыру, әдеби шығармаларды түсіну және талдау дағдыларын дамыту, ағылшын тіліндегі мәтіндерге сын тұрғысынан қарау. Әдеби шығармаларды оқудың пайдасы: тілдік дағдыларды дамыту, оқушылардың жаңа сөздер мен құрылымдарды үйренеді, сөйлеу және жазу қабілеттері жақсарады. Қызығушылық пен шығармашылықты арттыру, әдеби шығармалар оқушылардың қиялын қозғайды, өз пікірін білдіруге, жаңа ойлар мен идеяларды дамытуды үйретеді. Мәдени түсінік: әртүрлі әдеби шығармалар арқылы басқа мәдениеттер мен дәстүрлермен танысады. Әдеби талдаудың рөлі: критикалық ойлау, оқушылар өз жаңағы оқыған шығармаларын талдап, өз пікірлерін дәлелдей алады. Тақырыптық талдау: шығарманың негізгі тақырыптары мен идеяларын анықтау. Кейіпкерлер мен оқиға құрылымын түсіну, кейіпкерлердің мінез құлқын және оқиғаның дамуын зерттеу. Әдеби талдау әдістері: тақырыптық талдау, олар шығармадағы басты тақырыптарды, идеяларды анықтау. Кейіпкерлер талдауы: кейіпкерлердің мінез құлқын, ішкі жан дүниесін зерттеу. Әңгімелеу құрылымы: шығарманың құрылымы және оның оқырманға әсері. Символизм: шығармалардағы символдар мен образдарды түсіну. 10-шы сыныпқа арналған ағылшын тіліндегі жеңілдетілген әдеби шығармалар тілдік дағдыларын дамытуға, ағылшын әдебиетімен танысуға мүмкіндік береді. Мысалы, роман және повесть. Looking for Alaska by John Green, роман жасөспірімдер әдебиеті. The Call of the Wild by Jack London, классикалық шытырман романдар. Поэзиялар: The Children of Blood and Bone. Әңгіме, қысқа нақты тақырыптық шығармалар. Пьесалар, тағы басқа. Ағылшын тілі сабақтарында әдеби шығармаларды оқудың стратегиялары: интерактивті оқу, ол талқылау, сұрақтар қою, топтық жұмыстар, бірлесіп талдау жасау, шығармашылық тапсырмалар, жобалар, эссе жазу, бейнемазмұн дайындау, мәдени контекст, тарихи жағдайларды және уақытты ескеру. Әдеби талдаудағы қиындықтар: ол тілдің күрделілігі, кейбір шығармаларда қолданылатын тіл қиын болуы мүмкін, күрделі болуы мүмкін. Бұл үшін оқушылар жаңағы сөздік құрылымдарды түсіну қиындайды. Кейіпкерлердің күрделі мінез құлқы: кейде кейіпкерлердің жан дүниесін түсіну және олардың әрекеттерін түсіну қиын болады. Тарихи және мәдени контекст: әдеби шығарманың тарихи және мәдени аспектілерін дұрыс түсіну үшін оқушыларға қосымша ақпарат қажет болуы мүмкін. Қорыта келе, әдеби шығармаларды оқу мен талдау оқушылардың тілдік дағдыларын ғана емес, олардың сыни ойлау қабілетін де дамытуға көмектеседі. Оқушыларға түрлі әдеби шығармаларды талдай отырып, ағылшын тілін жақсы меңгеруге және мәдениет аралық байланыс орнатуға мүмкіндік туындайды. Әдеби талдау оқушылардың өз ойларын білдіру қабілеттерін және шығармашылық пен ойлауды дамытуға ықпал етеді. Жалпы менің элективті курс бағдарламамның мазмұны осындай. Назарларыңызға рахмет. Ұлпан апай, бастайсыз ба? Иә. Бізді көрініп тұр ма? Слайдымыз? Жоқ, әлі ашылмады.
Бізге көрініп тұр бірақ. Сіз завершить бастыңыз ба, баспадыңыз ба? Бастық. Запустил деп тұр ғой бірақ. Енді көрінді ма сіздерге? Жоқ, көрінбеді. Мына жерден қоя берейін ба? Сол жерден басасаңызшы онда, мен сіздерге беріп қойдым ғой. Администрация. Ашылды ма? Элективті курс жариялау, иә? Жақсы, бастай береміз. Бізде ашылды. Коллективті курстың тақырыбы 21 ғасырдағы Қазақстанның саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени жағдайы. Курс бағдарламасының мақсаты білім алушылардың 21 ғасырда Қазақстандағы маңызды саяси оқиғаларды сипаттап, мемлекеттің экономикалық жағдайы мен халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға арналған бағдарламаларды жіктеп, талдау жасап, мәдени саланың мәселелері мен мектептер жетістіктерін жинақтап, жаңа үдерістерге зерттеу жасап, баға беру, білім дағдыларын дамытып, тарихи бағыттар бойынша білімдерін дамыту. Қазақстанның қазіргі заманғы даму жолын таңдау, оқушылардың сыни ойлауын, зерттеу дағдыларын дамыту, мәңгілік ел құндылықтары арқылы патриотизмді қалыптастыру. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біздің осы ұсынатын курсымыздың, яғни неліктен жаңағы бұл курс қажет, яғни өзектілігін айта кететін болсақ, әрине саясаттану, әлеуметтану, экономика және мәдениеттану сияқты көмекші пәндерді біріктіреді, және Қазақстанның, яғни қазіргі тарихының мектеп бағдарламасында жеткіліксіз қамтылған. Бұл 9-шы сыныпта ғана қамтылады, және де 21 ғасыр тек қана ол белгілі бір уақыт кезеңде, яғни бір жыл, мысалы 9-шы сыныпта оқу жылының ішінде белгілі бір 90-ды ғана қамтып өтеді. Сондықтан бұл айтқанда Қазақстанның жаһандану замандағы, яғни ұлттық құндылықтарды сақтауға да көмектесетін болғандықтан біз осы авторлық бағдарламаны ұсынып отырмыз. Бұның негізгі бағыттарына тоқталатын болсақ, әрине бірінші кезекте саяси өзгерістер, конституцияға енгізілген соңғы өзгерістер, президенттік жүйеге енгізілген өзгерістер, саяси партиялардың, яғни мынау бір ғана емес, көптеген түрлі саяси партиялардың дүниеге келу тарихы туралы қарастырады, және Қазақстан экономикалық даму стратегияларын қарастырып, индустрияландыру, цифрландыру салалары бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Соңғы мысалға 10 жылдың ішін қамтыса да болады, немесе айтайық 2025 жылғы 21 ғасырдың басталғанына 25 жыл өтіп кетті. Осы 25 жылдың ішіндегі әртүрлі өзгерістер, соның ішінде әлеуметтік мәселелердегі білім, денсаулық саласы бойынша, демография саласы бойынша болған өзгерістерді, яғни терең зерттеуге қатысатын болады. Және де бұл оқу бағдарламасында біз рухани жаңғыруды қалдырып қойған жоқпыз, яғни ұлттық мәдениеттің сақталуы, сондай-ақ жаңағы айта кететін болсақ, бұл оқу барысы кезінде, осы курсты оқу барысы кезінде зерттеушілік жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде мынау түрлі оқу әдістерін қолданады. Соның ішінде зерттеу, интерактивтілік, яғни виртуалды музейлерге саяхат жасайды, дебаттар жүргізеді, және де жобаларын, мысалға айтайық, өз қаласының әлеуметтік экономикалық дамуын талдауға, яғни атсалысатын болады. Және оның оқытуда сондай-ақ тағы да айтайық, мынау цифрлық технологияларды қолдану бойынша, былай айтқан кезде виртуалды музейлерден басқа, мысалға өздері білім алушылар мынау 3D модельдері арқылы қазіргі қалалардың құрылысын, яғни реконструкциясын қарастырады. Сондай-ақ мысалға онлайн карталармен жұмыс жасайды. Соның ішінде мысалы Қазақстанда салынған соңғы халықаралық автожолды сызып, және оның болашағы
болашағы, мысалы мүмкіндіктері деген сияқты SWOT талдау жүргізеді. Сондай ақ айта кететін болсақ, мынау қысқа метражды видеолар жасай отырып, оны әлеуметтік желілерге салу, яғни оны зерттеу жұмысының қорытындыларын ұсынатын болады. Сондай ақ мынау жасөспірімдерге арналған мысалға әлеуметтік желілер бар екенін білеміз, бірақ сол жерде бұл 9 және 10 сыныпқа арналған оқу бағдарламасы болғандықтан, бұл жерде жаңағы комикстерді пайдаланып, немесе қысқа метражды видеолар пайдаланып, түрлі дебаттар жүргізіп, немесе жаңағы квест ойындарын ұйымдастырып жүруге болады. Енді қазіргі күнде неше түрлі жаңағы оқу әдістерін қолданудың жолдары бар, әдіс тәсілдері бар, онда пайдалануға болады. Енді мына жерде біз қандай нәтижелерді күтеміз деп білім алушылардан. Бұл жерде Қазақстан 21 ғасырдағы даму стратегияларын толықтай түсінеді және саяси, экономикалық және мәдени өзгерістерді салыстыра алатын болады. Ұлттық бірлік пен патриотизм идеяларын құрметтеп және қазақстандық, былай айтқанда білім алушылардың бойында қазақстандық патриотизмді ары қарай жүзеге асыратын боламыз. Сондай ақ біз айтатын болсақ, мына жерде қорытындылай келген кезде бұл Қазақстанның болашағын қалыптастыратын түрлі жоспарлар әзірлейді, яғни ғылыми жобалар дайындауға бірден бір мүмкіндік беретін, былай айтқанда бағдарламалар. Сондай ақ мынау небір инновацияларды кіріктіруге болады және мәңгілік идеясын ары қарай жүзеге асырып, Қазақстанның жалпы болашақта дамуына үлес қосатын тұлғаларды қалыптастыруға көмегін тигізеді. Біздің курс бағдарламамыз қысқа ғана осы. Сұрақтарыңыз болса жалғастыра беріңіздер.